Сәлем достар, Зерек бала каналына қош келдіңіздер. Қызықты видеоларымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лүпіл басып қой. 53-ші сабақ, бірінші тапсырма. Өрнектер амалдар бойынша жаз. Ең алдымен 2 көбейту амалын есептейміз. Одан кейін шыққан мәндерінен азайтамыз. Одан кейін оның мәнінен 93.763-ті азайтамыз. Жауабы 1945 жылы құрылды. 6-шы есеп. Түбіртек бойынша әрбір балаға қандай жиһаз сатып алынды? Әлияға жұмсақ жиһаз 100.540 теңге тұратын, төсек 20.033 теңге тұрады, шифонер 50.089 теңге, орындық 2.070 теңге, барлығы қосындысы 172.732 теңге шығады. Арманға төсек 20.033 теңге тұратын, жазу үстелі 20.000 тұрады, балалар креслосы 5.000 тұрады. Сонда барлығының қосындысы бізде 45.033 шығады. Серікке жұмсақ жиһаз 100.540 теңге тұратын, балалар креслосы 5.000 теңге тұрады, шкаф 10.000 теңге тұрады, барлығы 115.540 теңге. Келесі бізде айнаға сөре алынды 12.000 теңге тұратын, орындық алынды 2.070 теңге тұратын, шифонер алынды 50.089 теңге тұратын, жұмсақ жиһаз алынды 100.540 теңге тұратын, барлығы 164.699 теңге шықты. Келесі Бауыржанға орындық алынды 2.070 теңге тұратын, шкаф алынды 10.000 теңге тұрады, төсек алынды 20.033 теңге, шифонер алынды 50.089 теңге, барлығының қосындысы 82.192 теңге шықты. Келесі есеп, фигураны үлкен текшеге дейін толықтыру үшін қанша кіші текше қажет? Бірінші текшеде бізде 4-4-4-тен берілген, 4-ті өзіне 3 рет көбейтеміз. Одан кейінгі бізде былайдан 8, былайдан 8, 8-ге 8 қосқанда 16, үстіне қарай 6, ар жағында 6 бар, 12, 16-ға 12 қосқанда 28, 64-тен 28 азайтқанда 36 текше керек. Периметрі 20 см, ауданы 24 см квадрат болатынын тіктөртбұрышсыз. Периметрін есептеу үшін 2 көбейтілген А қосылған Б. Біз сонда А мен Б-ны біреуін 6, біреуін 4 деп аламыз. 6 қосылған 4, 10, көбейтілген 2, тең 20 см. Ауданы екеуінің көбейтіндісі, 6 мен 4-дің көбейтіндісі 24. Демек бір қабырғасы А 6 см, Б 4 см болады. Ауданы А тапсырмасында берілген тік төртбұрыштың ауданынан 2 есе кіші. 24 см квадратты 2-ке бөлеміз, тең 12 см квадрат болады. Жаңада 3 бұрыш сызамыз. Сіздер әдемілеп сызыңыздар. Ол да бір қабырғасы 4, бір қабырғасы 6-ға тең болады. Келесі 10-шы есеп. Достар, айта кететін жағдай, осы күндері мен ауырып жүргендіктен даусым қатты дұрыс шықпай жатқан болар. Сіздерден сол үшін кешірім сұраймын. Есептің шартын жазайық. Арман 42-ші қыркүйек жексенбі күні туды. Әлия 60 күнге үлкен. Әлияның жасы белгісіз. Ол үшін 22-ші қыркүйектен азайтамыз 60 күнді. Календарьды ашып қарайтын болсақ, 24-ші шілдеге тең болып түсіп тұр екен. Және 60-ты бөлеміз 7-ге, тең 8, 4 қалдық болады. Ол 4 қалдықты біз жексенбіден алып тастаймыз. Сонда сәрсенбі күнге түсіп тұр. Сонда Әлияның туған күні биылғы жылы аптаның сәрсенбі күніне сәйкес келеді екен.